Орталық мұражайда ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданған заттарды қайта жасап, көпшіліктің назарына ұсынатын қалпына келтіру орталығы жұмыс істейді. Мұнда палеолит, неолит дәуірінде табылған жәдігерлер де бар. Оны қалпына келтіру оңай емес, себебі ұзақ уақытты біліктілік пен төзімді қажет етеді. Ринат Төлегенұлы 3 жылдан бері осы бөлімде ағаштан жасалған бұйымдарды өңдеп, қалпына келтірумен айналысып жүр. Бұл дүниелер әртүрлі болып келеді. Көне жана қазбаладан табылған дүниелер болуы мүмкін. Тұрмыста пайдаланған заттар біреуге тарту етіліп, сөйтіп қолдан қолға өтіп, мұра болып, кейін жаңағы музейге тарту етілген, сатылған болып келеді. Мысалы, ағаш мынандай қатты жарылып кеткені болса, біз бұны мұқият зерттеп қараймыз. Сынған жерлері болса, қайтадан сондай ағаштың түпнұсқасын тауып, желімдеп жалғастырамыз. Орталық мұражайдағы қалпына келтіру орталығы 1986 жылдан бері жұмыс істейді. Мұнда оннан аса тәжірибелі маман кескіндеме, графика, қыш, киіз және тоқыма бұйымдарын ағаштан, теріден, темірден жасалған заттарды қалпына келтіреді. Олардың еңбегін бағалап, жәдігерлерді халыққа көрсету мақсатында сақтау үшін жаңғырту атты көрме өтті. Орталық музейдегі қалпына келтіру орталығы Қазақстандағы бірден бір ірі орталық деп айтуға болады. Музейдің тарихы 200 жылға таяп қалды. Сол кездегі революциядан бұрын жиналған органикалық жәдігерлер тозады, сақталмайды. Соларды қалпына келтіріп, немесе консервациялау жұмыстары ол ең үлкен келелі мәселелердің бірі. Ол жерде адамдардың жұмысы көзге көріне бермейді. 19 ғасырдың басында қолданылған қару-жарақ, қыш құмыра, темір қазандар қазба жұмыстары кезінде оңтүстік өңірден табылыпты. Оны қалпына келтіруге 6 айдан аса уақыт кеткен. Ер-тұрман, тұскиіз, домбыра, қобыз, әшекей бұйымдар да мұражайдың аса құнды заттарының бірі. Көпшілік қалпына келтірілген 40-тан аса жәдігерді тамашалады.